Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Айнара Бауыржанқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрған шығарсыздар. Бүгінгі видео бізде Back to School екінші часть болады. Яғни бүгін біз мектепке арналған образдарды құрастыратын боламыз. Видео басталмас бұрын арнама жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кет. Ең алдымен бізге керегі осындай ақ рубашка. Бұл рубашка кез келген қыздың гардеробынан табылады деген сенемін. Осылай біз үстімізге ақ рубашкамызды киеміз. Бұл жерде менде атласовый қарапайым рубашка. Және де осыған үйлестіріп, астына менде мектебімнің формасына сәйкес қою көк түсті юбкамызды киетін боламыз. Және де аяғымызға осындай қара балеткамызды киеміз. Осымен образымыз дайын. Келесі екінші образға бізде қара классический шалбар керек болады. Бұл жерде менде Зараның шалбары және де оның үстіне аппақ базовый футболочка керек болады. Вот екеуін осылай үйлестіріп кигенде өте әдемі көрінеді. Және де аксессуарға менде очки, қара кожаный сумка. Осымен образымыз дайын. Бізде үшінші образға осындай қара лямка және де бордовый түсті спортивка қажет болады. Бұл жерде менің дене киімім және де осының астына бізде осындай қарапайым триконы киетін боламыз. Вот киген кезде осындай болып тұрады. Мен сіздерге бұл жерде көрсетіп жатырмын. Және де шашымызды бұлай қалдырмаймыз. Хоп, біз шашымызды түйіп алдық. Және де осы формамның астына мен аппақ кроссовкамды киетін боламын. Бұл жерде менде дене киімнің формасы. Осылай алдымызды жауып кисек те болады және де ашып кисек те болады. Вот осымен образ дайын. Келесі бізде төртінші образ. Бұған бізде қара классический трубка шалбар керек болады. Вот осылай киіп аламыз. Және де бұның үстіне бізде ақ лямка, оның сыртынан бізде сұр кардиган. Вот бізде осындай болып лук шықты. Мен аксессуарға осындай очки қосқан болатынмын. Осы шалбармен бізде екінші образ тек қара лямка киеміз және де үстіне ақ пиджагымызды киеміз. Осымен образдар бітті. Достар, менің видеом аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге қай образ ұнады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Осымен пока-пока.